Сәлеметсіздер ме 10-шы сынып оқушылары? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбаевтың «Лай суға май бітпес қой еткенге» өлеңімен әрі қарай танысу. Оқу мақсаттары: шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын анықтап бағалау. Шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау. Абайдың 1895 жылы жазған өлеңі «Лай суға май бітпес қой өткенге» деп аталады. Бұл өлеңнің әрқайсысы 4 тармақтан тұрады, 7 шумақтан құрылған. 11 буынды қара өлең ұйқасына жатады. Көлемі 28 жол. Алғаш рет 1909 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген қазақ ақыны Ибрахим Құнанбайұлының өлеңі атты жинақта жарияланған болатын. Бұл өлең өзбек, қырғыз, тәжік, түркімен, қарақалпақ тілдеріне аударылған. Ғалымдардың пікірі Абайдың діні жайлы. Мекентас Мырзахметов Абайдың дін жайы ұшан теңіз әлем. Абай Алланы сүюін, Алланы тану жолындағы адам баласының түйсік аласапыранын өлеңде де, қара сөзде де үздіксіз қозғады. Оның дүниетаным шеңбері жайлы кесіп айту алынбайтын алыс асу. Дегенмен де Абайдың өлең сөзі мен қара сөзін толтырған дүние, жаратылыс жайлы толғаныстарын толықтырып отырған қайнар көздерді көре білу, олардан Абайдың сіңіргені мен адамзат даналығына өз қосқанын ажырата тануға ұмтылмас заңды. Яғни, Мекентас Мырзахметовтың айтуы бойынша, Абай Алланың бар екеніне еш күмән келтірмеген. Ал енді Абайдың философиялық лирикасын зерттеуші, ғалым, филология ғылымдарының докторы Ғарифолла Есім былай дейді: Абай дін тану мен Алла тағаланы тануды бір нәрсе деп қарамаған. Оның пікірлері қазіргі біз айтып жүрген теология дегенге жақындайды. Олай дейтініміз, исламда қалам деген бар. Қалам Құдай сөзі және оны түсіндіру туралы білім. Батыстың богословие дегенге жақындайды. Оны Абай жетік білген, бірақ қаламның бар қағидаларын қабылдамаған. Сонда Абай теология, яғни дін тану ғылымына дегенге Абайдың дінін араластыруға болмайды. Абай дін туралы барлық нәрсені білді, бірақ өзіне қажетті нәрсені ғана қабылдады. Абайдың «Лай суға май бітпес қой өткенге» атты өлеңі ақынның өз басындағы жайттарды ой елегінен тағы бір өткізіп, маңайындағы адамдарға ойлы көзімен шола келгендегі түйген түйіні. Айналасындағылардың бәрінен түңілген ақынның ендігі сенері тек Тәңірісі ғана. Бір ғана Тәңірі. Тәңіріне құлдық ұрып бас иеді Абай. Бірақ құдірет күшінің мәніне жете алмайды. Үлкен үміт күткен баласы Әбдірахманның өліміне байланысты шығарылған өлеңі. Қараңғылық шырмауына шатылған елдің надандығына ыза болған ақын жан наласына сырын қапысыз қабылдар, айтса түсінер, ақылдасса ой бөлісер, сүйікті ұлынан айырылу қайғысы қосылып, берген бе Тәңірім саған өзге туыс деп мұңданады. Ақын көңіл жайлауынан ел көшкендей болып құлазиды. Мағынасыз бос қуыстай дүниеден уақап таппай, бірақ уыс болып отырған ақын дінге иек артады. Қошы жоқ, құлазыған көңіл күйін ғажап шыншылдық суретпен бейнелеп, шарасыз халын халық, махлүк, дәхірі, ләмәкән сияқты діни лексикамен бедерлейді. Мұхтар Әуезов шығармалар жинағынан алынды.
Абай өз туындыларында қазақтың қоғамдық ой санасындағы шешуші әрі күрделі философиялық тақырыпты көтеріп, оның өзегіне айналған жан-тану ілімін танып білу жолында толассыз ізденіске түскен. Алдымен Абай өз поэзиясында 1885 жылдан өмірінің соңына дейін түп-иені танып білу жолында жүрек кілтін көтере жырлау арқылы толық адам ілімінің негізін салуға, батыл қадам жасауға ұмтылды. Күллі мақлұқ өзгерер, Алла өзгермес деген қалтқысыз айтылған тұжырым. Абайдың дін тақырыбындағы өлеңдері былай аталады: өлсе өлер, табиғат адам өлмес. Сұм дүние тонап жатыр, ісің бар ма? Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Лай су, май болмайды қой өткенге. Көк тұман алдыңдағы келер заман. Алла деген сөз жеңіл деп аталады. Лай суға май бітпес қой өткенге ақынның өз басындағы жайттарды ой елегінен тағы бір өткізіп, маңайындағы адамдарға ой көзімен шола келгендегі түйген түйіні. Олардың бәрінен түңілген ақынның ендігі ойлайтыны бір ғана Тәңірісі. Абай Тәңірінің әміріне құлдық ұрады, бірақ құдірет күшінің мәніне жете алмай қайран қалады. Тіпті соған жетемін деп ойлаудың өзін адам бойына шақ келмейтін, оның ақылы жете алмайтын бір құпия сыр көреді. Халикка мақлұқ ақылы жете алмайды, оймен білген нәрсенің бәрі дәхірі. Өзгені ақыл ойға қондырады, біле алмай бір Тәңіріні болдырады дейді Абай. Ақын қиялы қаншама жүйрік болса да, Тәңірінің түбіне жете алмайды. Адамның білімі шектеулі, Алланыкі шектеусіз. Ақын осы жете алмаған шарасыздық үшін қынжылады. Көңілге шек, шүбәлі ой алмаймын, сонда да оны ойламай қой алмаймын. Ақылдың жетпегені арман емес, құмарсыз құр мүлгуге той алмаймын дейді ақын. Абайдың діні ақылдың, сыншыл ойдың діні. Тәңіріні тани алмай қор болатын шалалықты, мақсатсыз құр мүлгуді шенейді. Әрине, бұлай сынау Тәңіріне шек келтіру емес. Түп иесін көксемей бола екен дей тұрып, Тәңіріні іздеу, дінге сенудің өзі мейлінше ақылды, саналы болуы керектігін айтады. Өлең осындай қарама-қайшы пікірге толы, драмалық қуаты күшті туынды. Ақынның жаратушы жайын осыншама діттегендегі көздейтіні тағы сол адам халі. Балалар, осы өлеңге Попус формуласы арқылы талдау жасаңыздар. Менің ойымша, себебі мен оны былай түсіндіремін. Оны мен мына мысалдармен, фактілермен дәлелдей аламын. Осыған байланысты мен мынандай шешімге келдім. Сабағымызды қорытындылай келе, Абай өз туындыларында қазақтың қоғамдық ой санасындағы шешуші әрі күрделі философиялық тақырыпты көтеріп, оның өзегіне айналған жан-тану ілімін танып білу жолында толассыз ізденіске түскен. Алдымен Абай өз поэзиясында 1889 жылдан өмірінің соңына дейін түп-иені танып білу жолында жүрек кілтін көтере жырлау арқылы толық адам ілімінің негізін салуға, батыл қадам жасауға ұмтылды. Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз қол емес, ынталы жүрек шын көңіл, өзгесі хаққа жол емес дейді ақын. Балалар, сіздерге мынандай тапсырма беріледі.
әдеби туындыдан көтерілген мәселелерге өзіндік көзқарас тұрғысынан шығармашылық жұмыс, яғни Абайдың діні шартты ақылдың діні тақырыбында эссе жазу, өлеңді жаттау, жаттаған өлеңді видеоға түсіріп, Эдумарк платформасы арқылы жүктеп жібересіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айгүл Мұхсенқызы.